Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, магистранттар, әріптестер. Мен өзімнің спорт үрдісін басқару пәнінің спорттық жаттықтырулардың құрылымы атты дәріс сабағымды бастаймын. Тақырыптың сұрақтары: бірінші спорттық жаттықтырудың кезеңдері, дайындық кезеңі, екінші жарыс кезеңі, үшінші өтпелі кезеңі. Жаттықтыру үрдісінің ұзақтығына байланысты осы спорттық жаттықтырудың жылдық кезеңі екі үлкен топтарға бөлінеді. Ол жаңағы бірінші макроцикл, екінші макроцикл деп аталады. Енді осы жылдық микроциклдарға да бөлінеді. Жылдық жаттықтыру кезеңі. Ол айлық мезоцикл деп аталады. Жылдық макроцикл деп аталады, апталық микроцикл деп аталады. Спорттық жаттықтырудың кезеңдері: олар дайындық кезеңі, жарыс кезеңі және өтпелі кезең деген үш кезеңнен тұрады. Мына экранда қарасаңыздар, дайындық кезеңі екі бөлімге бөлінеді, жалпы арнайы бөлімге бөлінеді. Жарыс кезеңдері үш бөлімге бөлінеді: жарыс алдындағы, жарыс, қалпына келу, сосын өтпелі кезең орта циклдерге бөлінеді: қалпына келтіру, көтермелеу, қалпына келтіру, дайындық кезеңдері. Осыған біз енді жеке-жеке тоқталып өтеміз. Дайындық кезеңі жылдық циклда 4-5 айға, жарты жылдық циклда 2-3 айға созылады. Бұл кезеңнің міндеті организмнің мүмкіншілігін жоғарғы деңгейге жеткізу. Дайындық кезеңі екі бөлімге бөлінеді. Бірінші, жалпы дайындық бөлімінде спортшы ағзасының жалпы қызметтік мүмкіндіктерінің деңгейін көтеру, қозғалыс қасиеті мен қозғалыс шеберлігін, дағдысын жетілдіру мәселелері шешіледі. Көбінесе бұл бөлімде дене қуаты қасиеттерін, жылдамдықты, төзімділікті, шыдамдылықты, ептілікті, икемділікті дамытамыз. Жалпы дайындықтың бөлімінің өзі екі түрлі: тарту және негіздеу деген орта циклдерден тұрады. Тарту циклінің мақсаты жүктеме қарқындылығы мен көлемінде жайлап өсіру. Мысалы үшін, жазда демалып қалған ағзаны қыркүйек айында келген кезде оларға үлкен жүктеме беруге болмайды. Сондықтан жүктеменің қарқындылығында көлемін ақырындап жоғарылатамыз. Негіздеу немесе базалық циклдің мақсаты негізгі жаттықтыру жүктемесінің көлемін орындау. Екінші, арнайы дайындық бөлімінің міндеті: спортшы өз айналысқан спорт түріне керек дене қуат қасиеттерін, техникасын, тактикасын дамытады. Бұл бөлімде арнайы дайындыққа 60-70% уақыт бөлінеді. Жарыс жаттығуларына ұқсас жаттығулар, бақылау, тексеру, жаттықтыру амалдары қолданылады. Бұл бөлім тексеру, дайындау, шыңдау деген үш циклдан тұрады. Тексеру, дайындау циклінде жаттықтыру жұмыстары бақылау жарыстарына қатысуымен араласта жүргізіледі. Мысалы үшін, біз жаттықтық, содан кейін оларға, мысалы, дзюдо күрес болатын болса, дзюдо күресінен оларға бақылау жарыстарын ұйымдастырамыз. Бақылау жарыстарын ұйымдастырамыз да, содан кейін оны тексеру үшін шыңдау циклінде кіргізіледі. Шыңдау циклінде тексеру жарыстарынан кейін анықталған техника, тактика кемшіліктерін жою, пайла әдістерін шыңдау жаттықтырулар жүргізіледі. Жүктеме қарқындылығын арттыру, жаттықтыру көлемін азайту түрінде қолданылады. Сонда біздің өзіміздің техникамызды қайталау арқылы қайтеміз, оны шыңдаймыз, техникамызды жақсартамыз. Келесі үлкен кезең жарыс кезеңі. Бұл кезде спортшы өзінің негізгі жарыстарына қатысады. Бұл кезеңнің басты міндеті алдыңғы кезеңде, дайындық кезеңде жақсы жаттыққан спортшы ағзасының жарысқа дейінгі күйін ұзақ уақыт сақтау. Жарысқа қатысу жиілігі спорт түріне, спортшы дәрежелеріне байланысты. Бұл жарыс кезеңі үшке бөлінеді.
Ол жарыс алдындағы жарысқа қатысу және қалпына келу циклдері. Жарыс алдындағы кезеңде біз қайтеміз, жарысқа дайындаламыз, содан кейін жарысқа қатысу алдында жүктемені азайтамыз, көбінесе техника көңіл бөлінеді. Сосын келесі кезең жарысқа қатысу кезеңі. Жарысқа қатысу кезеңі кезінде біз барып өзіміздің спорт түрінен жарысқа барып қатысамыз. Жарысқа қатысқан кезде бапкер мен спортшы бүкіл жаңағы жарыс кезінде қалай қатысқандарын, қандай қарсыластар болғандарын, олардың қандай әдіс-айла қолданатынын қайту керек, оның бәрін жазып отыру керек, еске сақтап. Содан кейін қалпына келу циклінде жарысқа барып келгеннен кейін қалпына келу. Бұл кезеңде спортшы жалығып кетпес үшін басқа жаттығуларды пайдаланамыз. Табиғат аясында жүргізілетін әртүрлі жаттығуларды пайдаланамыз. Сол жаттығулардың көмегімен ағзаға тезірек қалпына келтіруді тездетеміз. Үшінші үлкен кезеңіміз өтпелі кезең. Бұл кезеңнің міндеті жаттықтыру мен жарыстардан алған әсерін жоғалтпау, ағзаны қинамай уақытында босаңсытып қалпына келтіру. Бұл кезеңде арнайы дайындық жаттығулар азайтылады, жалпы дайындық жаттығулары көбейеді. Спорт ойындары, табиғат аясында жүгіру, кросс жаттығулары жүргізіледі. Бассейндерде жаттығу, суда жүзу жаттығулары жүргізіледі. Көбінесе ағзаны тез қалпына келтіретін, спортшы ұнататын жаттығуларды пайдаланған тиімді. Өтпелі кезең 2-3 орта циклдерден құралады. Ол бірінші қалпына келтіру көтермелеу циклі, екінші қалпына келтіру дайындық циклі. Бұл циклдер біртіндеп келесі үлкен жаттықтыру циклінің дайындық кезеңінің тарту мезоцикліне ауысады. Кейбір кезеңдерде өтпелі кезеңнің орнына қысқа жеңілдету фазалар кіргізіледі. Ол қосақталған микроцикл деп аталады. Жарыс кезеңінен кейін екінші дайындық, онан кейін екінші жарыс кезеңі, сонан соң ғана өтпелі кезең кіргізіледі. Қосақталған секілді. Міне сіздер қарасаңыздар, экранда қарасаңыздар, міне дайындықтан кейін жарыс циклі, сонан кейін қайтадан дайындық, сосын жарыс циклі өткізіледі. Сонда 2 дайындық циклі, 2 жарыс циклі, 1 өтпелі кезең өткізіледі. Осындай жаттықтыру процестер күш-жылдамдығын керек ететін спорт түрлерінде қолданылады. Мысалы, ядро лақтыру, биіктіктен секіру жеңіл атлетикада, ауыр атлетика спорты, спорт ойындары, тағы басқа спорт түрлерінде кіргізіледі. Ал циклдік сипаттағы спорт түрлерінде марафондық жүгіру, шаңғы спорты, суға жүзу, көбінесе жылдық жаттықтыру циклдері қолданылады. Жаттықтыру микроциклдерінің жалпы ұзақтығы бірдей болса да, жеке кезеңдерінің ұзақтығы спорт түрлеріне байланысты әртүрлі болып келеді. Мысалы, көп сайыс түрлерінде дайындық кезеңі, ал спорт ойындарында футбол, хоккейде жарыс кезеңі ұзақ болады. Енді біздің осы дәріс кезінде өткен дәріс материалы жылдық жаттықтыру кезеңдеріне бағытталған. Жылдық жаттығу кезеңдерін біз бұл жерде айтып өттік. 3 кезеңге бөлінеді дедік. Дайындық кезеңі, сосын жарыс кезеңі, сосын өтпелі кезең. Осы 3 кезеңдерде жүргізілетін орта циклдерде қандай жаттығулар қолданылады, қалай жұмыс істеуіміз керек туралы толық мағлұмат бердім. Осымен менің дәріс сабағым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.